Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Сұлтан. Бұл ағылшын тілі 0-ден бастап 23-ші сабағы. Бүгін тақырып have және has. Бұл екі етістік бір адамның немесе заттың иемдену, иелігін көрсететін, меншігін көрсететін етістіктер. Қазір сөйлем құрағанда сіздерге түсінікті болады. Мінекей, I have, менде бар. He has, ода бар, ер адамдарға. She has, ода бар, әйел адамдарға. It has, ода бар, жануарларға, заттарға, жансыз заттарға. You have, сенде, сізде, сендерде, сіздерде бар. We have, бізде бар. They have, оларда бар. Мысалы, бұл жерде қоян берілген және оның сәбіз бар. Қоянда сәбіз бар. Қоян деген жануар болғандықтан біз it дегенді қолдана береміз. It has a carrot. It has a carrot. Келесі. Бұл жерде алма тұр және құмырсқалар жүрген. Олар көпше түрде болғандықтан біз they дегенді қолдана берсек болады. They деген көпше түрдегі олар адамдарға, заттарға, жануарларға қолдана береміз. Сонымен they have an apple. They have an apple. Енді осы жерде сөйлемдер берілген. Біз have немесе has'ды қолданып сөйлемді толықтыруымыз керек. Бір сөйлем. The girl long hair. Long дейміз, ұзын, hair. Сонымен the girl long hair. Яғни оның шашы ұзын, немесе ода ұзын шаш бар деп ағылшын тілінде бүйтіп айта береміз. Сонымен the girl, ол she болғандықтан біз has қолдана береміз. Сонымен the girl has long hair. Келесі, the boys caps. Caps дейміз, ол бас киім, кепка. Boys, балалар. Көпше түрде олар. The boys have caps. Менде досым бар. Бір досым бар. I have a friend. He an umbrella. Оның қол шатыры бар. Ода қол шатыры бар. He has an umbrella. The dog a bone. The dog дегеніміз ол. Біз it дегенді қолдана береміз. Сонымен a bone. Bone дегеніміз ол сүйек. The dog has a bone. My parents and I a car. Car дегеніміз көлік. My parents, менің ата-анам және мен, бізде көлік бар. My parents and I дегеніміз we, біз, have a car. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Біздің каналымызға жазылыңыздар. Әлі көптеген пайдалы және қызықты видеолар болатын болады, сабақтар болатын болады. Сондықтан міндетті түрде жазылыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Сонымен келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.